бүгінгі подкастта біз балалардың неліктен тәттіге құмар болатынын, тәтті қандай ауруларға алып келеді, аммиактың деңгейі жайлы және тамақтану жайлы жалпы бүгін сөйлесеміз. Айналамызда тәтті өте көп. Бұның бәрі қайдан бастау алады? Ең бірінші балаға анасы жаңағы қосымша тағам береді, прикорм дейміз, сол кезде бастау алады. Бірақ ол жерде жасырын түрдегі қанттың деңгейі көрсетілмейді. Сонымен қатар тәтті бұл баланың жүйке жүйесін қоздырады. Йогурттар, питьевой йогурттар, соның бәрі ата-аналар балама пайдалы деп алады да. Сүйектен, тістен кальцийді шығара бастайды. Кальций бізде бұл сілтілендіретін элемент. Қазіргі кездегі үлкен кісілеріміз ауырады, себебі ол сол кезде уже Совет өкіметі кезінде рационды ауыстырып тастады да бізге. Көбісі ет десе сиырдың етін ойлайды, бірақ сиырдың еті емес. Біздің ата-бабамыз негізі қой мен жылқының етін көбірек жеген. Барлықтарыңызға сәлем, дәрігермен подкастқа қош келдіңіздер, және бүгін бізде нутрициолог, дәрігер, педиатр Балғын Ізбасарқызы. Сәлеметсіз бе, Балғын? Біз Балғынмен бір группада оқыдық, сондықтан сен деп сөйлей беремін. Бүгінгі подкаст өте жеңіл және қызықты тақырыптар болады, және бүгінгі подкастта біз балалардың неліктен тәттіге құмар болатынын, тәтті қандай ауруларға алып келеді, аммиактың деңгейі жайлы және тамақтану жайлы жалпы бүгін сөйлесеміз. Бүгін уақытыңды бөліп келген үшін көп рахмет. Және ең бірінші сұрақ, неліктен балалар тәттіге құмар болады? Қазіргі заманның бір үлкен проблемасы ғой, негізі балалар тәттіні көп жейді. Айналамызда тәтті өте көп. Бұның бәрі қайдан бастау алады? Ең бірінші балаға анасы жаңағы қосымша тағам береді, прикорм дейміз, сол кезде бастау алады. Яғни қазір бізде былайша айтқанда тағамдық индустрияда балаға қосымшалардың түр-түрі көп. Неше түрлі дайын пюрелер бар, тәтті жаңағы барлығы көкөністерден, жеміс-жидектерден жасалады, табиғи таза, құрамы жақсы дейді. Бірақ ол жерде жасырын түрдегі қанттың деңгейі көрсетілмейді. Яғни оның құрамында өте көп консерванттар бар. Осындай жасанды тағамды 6 айлық балаға, яғни ағзасы енді қалыптасып дамып өсіп келе жатқан кішкентай нәзік балаға ата-аналары бұл пайдалы, бұл жақсы деген секілді оймен береді. Бірақ ол жаңағы дайын тағамдардың құрамында жасырын түрдегі қант өте көп болғандықтан, ең бірінші бала қандай тағаммен танысады, яғни бізде тілде рецепторлар бар, дәм сезетін рецепторлар бар, яғни тәттіні, аштыны, тұщыны. Енді бала көп тәттіні жеген сайын осы рецепторлардың барлығына жаңағы тәтті қанттың дәмі отырып қалады. Одан кейін бала сол тәттіні ғана сұрай беретін болады. Яғни сонымен қатар тәтті бұл баланың жүйке жүйесін қоздырады. Тәттіні жеген кезде жалпы адамда дофамин бөлінеді, серотонин бөлінеді. Осы гормондар көп бөлінген сайын бір адамға бақыт, сондай бір сезім алып келеді. Жақсы көңіл күй. Тәттінің өзі бір наркотик секілді ғой, яғни адамның миында сондай күшті гормондарды оятады. Ол гормондар жаңағы бақыт алып келгендіктен, жаңағы бала әсіресе сол дофамин, серотонинға қатты сезімтал болғандықтан, ол қайта-қайта ағзасы соны сұрай береді. Яғни бала жаңағы қантты жейді, оның жаңағы көңіл-күйі көтеріледі, күшті болып жүреді. Ал қант бірден көтерілгендіктен бізде инсулин гормоны бар, инсулин гормоны жаңағы қанттың деңгейін түсіреді. Сол қанттың деңгейі бірден түскен кезде қайтадан балада бір апатия, күшінің жоғалуы, жаңа көңіл күйінің түсуі байқалады да, ағзасы қайтадан тәттіні сұрайды. Сол себепті бала былайша айтқанда периодты түрде қатты тәттіні жегісі келіп тұрады, қатты тәттіге сондай құмарлық туады, тәуелділік туады. Оның бәрі жаңа айтып кеткендей, ең бірінші балаға алғаш тағам бергенде тәтті пюре, тәтті сок, сондай бір компоттарды бергеннен бастау алады. Яғни ол жарнамаға ілігу ғой, яғни бізде теледидарда күшті жарнамалар көрсетеді балаға күшті дәмді пюрелар бере бастайды, кашалар бере бастайды, соктар бере бастайды. Және егер сіз балаға арналған тағамда, упаковкада, с 6 месяцев деген 6 айдан бастап деген жазу ештеңе білдірмейді, яғни
жиі соған қарай ала береді ғой анасы. Иә, көп кейбір жаңағы дайын кашалардың өзі 4 айдан басталады дейді. Бірақ баланың ағзасы ол оған арналмаған. Яғни кашаны негізі 1 жастан жоғары балаларға беру ұсынылады. Табиғи таза, яғни кәдімгі сары май деген секілді сорпа, етті кішкене ғана. Негізі көбісі ойлайды, жаңағы алғаш тағам берген кезде баланың қарны тою керек деп. Ол өте қате пікір. Жалпы бала ол прикорм берген кезде кәдімгі тағамның дәмімен танысу. Яғни аз-аздан беріп, баланы жаңа кәдімгі тағамдардың дәміне үйрету. Яғни оның ішіне тәтті емес, ең бірінші тәттіні қоспаймыз. Негізі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі 3 жастан үлкен балаларға ғана тәтті заттарды ақырындап беруді ұсынады. Тіптен жаңағы Европада сондай бір ұйым бар екен, олар жаңағы 5-6 жастан кейін ғана тәтті беруге ұсынып отырды. Яғни біздің балалар қазір 6 айынан бастап уже тәттімен танысып, 6 айынан бастап ішіп кетіп отыр. Сонымен қатар қазір кейбір енді аналар бар, кәдімгі өздері табиғи жолмен емізгісі келмейді, яғни өзінің сымбатын, сұлулығын бұзғысы келмей, дайын жаңағы ешқандай медициналық көрсеткішсіз баласына бірден смесь дейміз ғой, яғни дайын сместерді бере бастайды. Ол сместің де құрамын алып қарасақ, қазір өте көп қоспалар бар, жаңағы маркетинг ретінде ішінде жазылған, лактозасы жоқ, жаңағы колики болмайды, баланың ішін ауыртпайды, бірақ қарағанда құрамында жасырын түрдегі қанттар бар. Пальма майы бар, жасырын түрдегі қанттар өте көп. Яғни оны кәдімгі адам құрамын оқығанда да түсінбейді. Бұның құрамында қант бар. Мысалы, мальтодекстрин деген ол жасырын түрдегі қант. Кез келген сместі алып құрамын оқысақ, мальтодекстриндер өте көп жазылады. Оның өзі жасырын қант, оның өзі балада сол тәттіге деген тәуелділікті тудырады. Ең алғашқы алғышарттар осыдан басталады. Яғни біз кәдімгі балаға, енді ата-ана ойлайды, жақсы зат беріп жатырмын, денсаулығына пайдалы, балама бір витамин, сондай бір пайдалы жеміс-жидек беріп жатырмын, оларда витамин бар деп ойлайды, бірақ ішіндегі жасырын қантты ешкім ойламайды. Оның ішіндегі жасырын қант ол баланың ағзасын біртіндеп, 1 жасқа келгенде уже балаға кәдімгі ет, жаңағы сорпа бере бастаған кезде бала ол тағамды жемейді. Себебі балада тәттіге тәуелділік бар ең бірінші, және мына асқазан ішек жолдарын тәтті қант, яғни зақымдайды, асқазан ішек жолын зақымдайды, жаңадан дамып келе жатқан асқазан ішек жолын жаңағы сол жақта бөлінетін ферменттердің бөлінуін тежеп тастайды. Сол себепті қазіргі балаларда ең бірінші тәттіге құмар, және кәдімгі бізге пайдалы болатын белокқа, яғни ақуызға толы тағамдарға керісінше бала ағзасы қорыталмағандықтан оны жегісі келмейді. Сол себепті салыстырмалы түрде адаптивті сместегі баламен омырауда емізілетін баланы салыстырған кезде сместегі бала кәдімгідей томпақ, 1 жастағы жасында кәдімгідей салмағы артығымен болады да, бұл да мүмкін сол қанттың әсерінен шығар деп ойлаймын. Жасырын қант ол жаңағы балада инсулиннің бөлінуін жоғарылатады. Инсулин деген бізде бұл өсу, яғни өсу гормонына жатады. Инсулин гормоны өте көп деңгейде, жалпы балада біз былай интегративті жаңағы жолмен қарағанда анализдерін кішкентай балаларда негізі 4 пен 6-ның аралығында болу керек, 6-дан аспау керек. Қазір көп балаларда сол байқалады, 6-дан жоғары, 7-8. Енді бізде лабораторияда өздерінің жаңа референстері бар ғой, 12-ге дейін, біреуде 20-ға дейін. Ол референстерге қатты көңіл бөлмеу керек. Себебі жаңағы 6-дан асқан кезде уже балада артық салмақ жинау байқалады. Жаңа айтып жатсыз ғой, 1 жастағы балалар уже томпақ, ол балаларда инсулин көбірек бөлінеді. Жаңағы уже кішкентай кезінен бастап оларға инсулинге деген сезімталдықтың төмендеуі байқалады. Яғни қантты қалай көп жейді, инсулин солай көп бөлінеді, бірақ инсулинге сезімталдылық төмен болғандықтан жаңағы біздегі глюкоза, қанттан шығатын глюкоза, бұл бізде жасушаның ішіне кірмейді да, баланың ағзасындағы. Ол сыртта қанда көп жүріп қояды, және ол қанда көп жүрген артық глюкоза ол май болып жиналады. Сол себепті қазір балаларда артық салмақ, сол артық салмаққа бейімділік өте көп. Және жалпы бізде қанттың проблемасын көп ата-аналар түсінбейтін сияқты. Менің қызымның сабағы таңғы 8-де басталады. 2-ші класс оқиды. 7:45-те мектепке апара жатқан кезде, мектепке қарама қарсы магазин бізде сағат 7:30-да ашылады. Сол магазинде уже 7:45-тен бастап
кезек тұрады ғой кішкентай балалардан. Бір қолында сосиска в тесте, екінші қолында макси чай немесе нести, немесе шоколадка. Яғни таңғы 7:45 бала уже мектепке тәтті сумен, қолында шоколадкасымен немесе мучной нәрсемен кетіп бара жатады да. Яғни бұл уже біріншіден әдет, привычка. Яғни мен мектепке барам, мен оны алам, и ары қарай әрине ол бала түскі тамағын сағат 10-дағы 11-дегі жемейді, это соответственно. Одан кейін қарны ашып үйге сабағы біткен соң ол тағы да магазинге кіреді, тағы да дополнительный глюкозаның порциясын алу үшін, яғни ата-анасы бұны мүмкін еркелік деп таниды, просто жегісі келді, алды деген сияқты, ешқандай проблема жоқ, ол макси чай әшейін газдалған сусын емес деген сияқты сылтаулар болады да. Бірақ күнделікті соны ішіп жеген сайын қандай проблемаларға алып келу мүмкін сондай бала? Ол ең біріншіден тәтті деген бұл бізде былайша қарапайым тілмен айтқанда кәдімгі тәтті сусынды бір тегіс мысалға столдың үстіне деген бүйтіп құямыз, құйғаннан кейін бір 10-15 минуттан кейін қарасақ кәдімгі бір жабыспақ болып, клей секілді болып қата бастайды. Ананың үстін ұстасақ жабыспақ болады. Сол секілді бала да күнделікті іше берсе, оның қаны дәл сондай жаңағы варенье секілді, сондай бір тәтті жабыспақ бола бастайды. Яғни қоюланады, қаны қоюланады. Ондай қою қанмен бізде ағзаға оттегі дұрыс бармайды, яғни мына миына оттегі дұрыс бармайды. Одан кейін сол қан арқылы бізге баратын керекті витамин, жаңағы сондай заттарымыз ағзаға дұрыс сіңбейді. Және де тәтті зат бұл ең жаманы баланың ағзасын қышқылдандырады, яғни окисление дейміз, тотығу процесін шақырады. Қазіргі кезде енді көп дәрігерлер жалпы тотығу процесі бар, осындай оксидативті стресс деген секілді жаңағы терминдарды айтып қозғап жатыр ғой. Ол жалпы өте болашақта көп тіптен онкологияға дейін алып баратын процесс. Жалпы көп адамдар түсінбейді, тотығу десе бұл не деген секілді бір жалпы оңай зат деген секілді қарайды. Бірақ біздің ағзаның өзінің жұмыс жасайтын, яғни pH-ы бар, 7-4, 7-6 аралығында деп айтамыз, яғни нейтралды орталықта істейді біздің ағза. Сол жақта бізде витаминдер алмасуы, гормондар, зат алмасуы, барлық бізде болып жатқан процестің бәрі сол pH-тың аралығында жүру керек та. Ал егер күнделікті тәттіні жей берсе бала, бұл pH қышқылдық ортаға қарай, яғни 7-ден төмен 6,5, 6, 5,5 деген секілді ортаға ауыса бастайды. Ал ондай қышқылдық ортаны бізде бактериялар, вирустар, жаңағы паразиттер дейміз, саңырауқұлақтар, осылар өте қатты жақсы көреді. Сондай ортада олар өте тез өседі. Сол себепті қазіргі балаларда біз байқаймыз, паразитоз өте көп, жаңағы иммунитеттің төмендеуі, кез келген вирус бактерия болса бала бірден соны жұқтырып ала салады, бұрынғыдай мысалға төтеп беріп, жаңағы ауырмай, ауырса да бір жеңіл түрде 2-3 күн ауру деген жоқ. Қазір ауырса бітті, бірден температурасы 40-қа көтеріледі, бір аптаға дейін жатып қалады және антибиотиксіз емделмейді, мысалы қазіргі балалардың көбі. Оның жаңағы түпкі жағы күнделікті бала рационында тәтті заттарды көп жеуі. Ал тәтті зат дегеніміз бізде бұл иммунды жасушаларымызды жұмысын тежеп тастайды. Себебі біздің иммунды жасушаларымыз жаңа айтқан pH-ы нейтральды 7-5, 7-6-ның аралығында жұмыс жасайтын жасушаларымыз. Ал керісінше біз қышқылдық ортаға ауыстырып тастады баланың ағзасы. Сол үшін ода жаңа паразитоз да көп, жасырын түрде қазір біз айтамыз бактериалды және вирусная нагрузка дейміз да. Вирусная нагрузка қазір балаларда өте көп. Ішінде енді қазбалап келгенде жаңа герпес, эпштейн-бар дейміз, өте көп қазір балаларда вирусная нагрузкамен жүрген. Оны әрине анализдерден көре аламыз, бірақ оның өзі баланың ағзасын қатты жаңағы не істейді, истощает дейміз ғой. Сондай қорын барлығын жеп қояды, энергиясын барлығы сол жаққа жұмсалғандықтан. Сол асырау үшін сол вирустар. Сол вирустармен күресуге, сонымен күнделікті жұмсалғандықтан балада өзіне қажетті өсу үшін, даму үшін, миының өсу үшін, жалпы интеллекттің өсу үшін керекті энергия, қоректік заттар жетпей қалады. Сол себепті қазіргі балаларда тағы да эндокринологтардың нелерін көрдім. Көп өте салмақ жинай алмайды, бойы өспей қалған, балалар өте көп екен. Оның негізгі себептері жаңағы ең бірінші қышқылданудан басталып отыр. Және бұның ең негізгі проблемасы ол бір дәрімен шешілмейді. Негізі аналар ойлайды, қазір вирус Эпштейн-бар менде табылады,
соған қарсы маған 5 немесе 10 күндік дәрілік препарат жазып береді, сонымен біз оны мәңгілікке ұмытамыз деп, иә. Бірақ ол ондай емес. Ең негізгі база ол тамақтану, иә. Яғни егер дұрыс тамақтанбасаңыз, сіздің ішіп жатқан дәрумендеріңіз де қорытылмайды. Ол шын, иә. Мысалы, егер үлкен кісі болсын, кішкентай бала болсын, дәрумендер ішіп жатса, және қосымша тәтті тағамдар жесе, оның дәрумендері сіңеді ме ағзаға? Жалпы жоқ, бағана айтып кеттім ғой, қышқылдану процесі жүреді деп, бізде кейбір дәрумендер бар, мысалы В тобының витаминдері деген секілді, олар да қышқылдануға ұшырап кетеді. Яғни мына жаңа айтып кеттім ғой, қан өте қою болады, ол қою қан, ене қышқылданған қан, ол жақтағы болып жатқан сіңген біздің ағзамызға түскен витаминдердің бәрі, дәрумендер, қосымшалардың бәрі қышқылданады оларда, және ағзаға дұрыс сіңбейді. Ыдырамайды, дұрыс сіңбейді. Сол себепті кейбір ата-аналар қанша балаларына дәрумен берсе де, олардың ешқандай эффектісін көрмеуі мүмкін. Сол себепті ең бірінші жаңағы дұрыс тамақтанудан бастаймыз, баланың дұрыс рационы. Негізі біздің мемлекетте жаңағы тамақтануға байланысты сауаттылық ашылмаған екен. Ата-аналарға үйретілмеген, прикорн, алғашқы тағамды қалай беру керек, жалпы балаға қалай дұрыс тамақтану керек. Тіптен ата-аналардың өздері дұрыс тамақтанбағандықтан, ол үйдегі бала нені көреді, соны істейді ғой. Ата-анасының өзі жаңағы бір столдың үстінде баласымен отырғанда кола ішіп отса, макси чай ішіп отса, жаңағы өзінің донерін жеп отса, ол баласы тура соны қайталайды. Ол баласына мысалы брокколи пісіріп беріп, жаңағы сорпа беріп нан іш деп өзі кола ішіп отса, баласы әрине ана тамақты жемейді, керісінше коланы сұрайды. Сол себепті ата-ана ең бірінші өзінен бастау керек. Дұрыс тамақтануды, ол үйде тұрған затты бала сұрайды. Мысалы үйдің жаңағы столдың үстіне конфет, печеньелер тұратын болса, бала міндетті түрде соны жейді. Керісінше столдың үстіне мүлде үйде ондай тамақ жоқ болып, керекті ғана пайдалы, жаңағы сухофрукты, хотя бы бала тәтті жегісі келсе құрма, сондай бір фруктыларды кесіп, жаңағы сәбізді турап деген секілді қойса, қарын ашса, бала бәрібір соны жейді. Себебі жейтін ештеңе жоқ. Сондай шын мәнінде, егер сіз тамақты үйге сатып алатынсыз, ата-ана сатып алады. Яғни егер сіз балаға оны сатып алып бермесеңіз, ол оны жемейді деген сияқты. Сол ең негізгі проблема, мен ойымша, ол ерте тәтті тағамдарды бере бастау, бала сол кезде қайта-қайта сұрай береді. Және тағы бір біздің қоғамдағы проблема, ол туған күндерді сондай тәтті заттармен атап өту. Яғни ол торт, пицца, фри, яғни балада кез келген қонаққа бару, кез келген той, кез келген іс-шара, кез келген мектепті бітіру, диплом, грамота, яғни соның бәрі кілең сондай фастфудпен, тәттімен ассоциация болады. Яғни кішкене мүмкін дұрыс емес сондай ассоциация жасаймыз балаларға, яғни олар өзінің бақытын немен тәттімен закреплять етеді. Сол себепті мен ойымша ол да дұрыс емес сияқты. Әрине дұрыс емес. Бұл жақта ең бастысы мен ойлаймын, енді балаға дұрыс тамақ беріп, соны жаңағы баланың ағзасын үйрету арқылы, және де балаға енді біз мысалы үлкен балаларымызды өзіміз контроль жасай алмаймыз. Мысалы сыртқа шығып кетсе, жаңа достарымен барып, үйде мысалы дұрыс тамақтанса да, ол достарымен барып, достары қалай тамақтанады, жаңа тәтті соктар ішіп жатса, ол да қызығады, соны ішеді. Жаңа чипсы деген секілді нелер жеп жатса, ол да жегісі келіп соны жеу мүмкін. Бірақ балаға мынаны үйрету керек та, өзіңнің ағзаң сенің денсаулығың деген секілді. Сәл мысалға мектепте 1-2 класстағы балаларға мен ойлаймын, негізі дұрыстап түсіндіріп айтса, жарайды. Мысалы менің де балаларым өзі тәттіні жейді. Мен оны мүлдем рационнан алып тастай алмаймын, себебі стресске түседі кәдімгідей. Өзім байқағанда стресске түседі. Бірақ максималды түрде үйге тәтті зат алмауға тырысамын. Үйде алмаймыз. Бірақ сыртқа шыққан кезде, жаңағы демалысқа, бір жаққа барған кезде міндетті түрде жаңағы мороженое деген секілді сондай бірдеңелерді сұрайды. Бәрібір сұрайды. Бірақ оны алғаннан кейін міндетті түрде баламен жаңа келісімге келеміз да, осыны жейсің, болды. Осы жетеді. Енді бір апта сен дұрыс тамақтанасың, осылай деген секілді жаңағы денсаулығың дұрыс болмайды, жаңағы тістерің түсіп қалады деген секілді кішкене балаларды қорқытып, сөйтіп немесе мотивация беріп, тағы да бір апта сен күшті тамақтансаң, келесі апта осылай қыдырамыз, осылай тәтті аламыз. Әйтеуір сөйтіп бірдеңке қылып алдап, қазіргі балаларды жасамасақ, сәл енді есін жинап, үлкейіп, кішкене
барлығын түсінетін жасқа дейін жеткенше сөйтпесек, балалардың өздері біз білмесек те ақырын сыртқа шыққан кезде, достармен жүрген кезде жаңағы оның бәрін міндетті түрде жаңағы қолдана отырса, былайша айтқанда не затқа біз көбірек жаңағы запрет былай болмайды деген сайын бала соған құмар болады, соған ұмтылады ғой. Керісінше бір жағынан да мынандай бір нутрициологтың несінде көрдімші, ол кісі былай айтады, керісінше үйге бүткіл бала не жегісі келеді, қандай тәтті жегісі келеді, барлығын үйге алып келіп үйіп тастаңыз дейді. Сосын бала өзі жегенше жейді да, уже ана тәттіге тояды дейді, көзі тояды, оның көңілі тояды, уже өзі жемей бастайды дейді, ағзасы уже не істей бастайды. Керісінше жемеймін деген секілді өзіне және де өзіне керектісін ғана қатты жегісі келген кезде ғана жейді да, қалғанын тиіспей бастайды. Ал керісінше болады, кейбір ата-ана естіп алады, тәтті жеуге болмайды дейді, андай қатты қысып жүреді тәттіден, өте қатты қысып жүреді, болмайды деп, ана бала өзі сондай бір стрессте жүреді да, ондайларды да көрдім. Балам тәтті жемейді деген ата-ана өзі шығып кеткенде артынан ананы жеген кезде бүйтіп тұрып, сол ойладым, керісінше мүмкін жаңағыдай қатты енді шыдамай тұрса, сәл-пәл аз ғана бер, бірақ көбінше мысалға жасырын қанттардан сақтану керекпіз да, жаңағы тәттінің өзін беру керек. Мысалы күніне бір бізде 2 чайная ложка дейміз ғой, ондай қант допускается негізі балаға беруге болады. Бірақ одан артып кетсе, ол же баланың ағзасына нагрузка да, соны сәл есептеп, соған байланысты кішкене берсе болады деп өзім ойлаймын. Бірақ қазір тағы да айтып кететін жағдай, жаңа жасырын қант көп дедік қой, біз есептей алмаймыз да, оның есебін білмейміз. Өте көп заттар тәтті болып ағзаға түседі, оны контроль жасай алмағандықтан қазіргі кезде балаларда сондай неше түрлі проблемалар денсаулығымен туындап жатады. Және жиі ата-аналар пайдалы деп ойлаған зат шын мәнінде үлкен қанттың көлемі болады. Мысалы йогурттар, питьевой йогурттар, соның бәрі ата-аналар балама пайдалы деп алады да, бірақ шын мәнінде оның ішінде өте көп қант, консерванттар, подсластительдер, краска көп болады, және оның сыртындағы жазуға да мән бермей қоюға болады. Ол витамині бар, кальциймен, D3-мен деген сияқты, ондайға алданбай қою керек та, және йогурт деген жалпы ол тәтті болмау керек менің ойымша. Негізі тәтті болмау керек йогурт. Мейлінше негізі йогуртты үйден жасаған дұрыс та. Енді қазір йогурт негізі жасалу жолы өте қатты қиында емес. Қазір енді көбінесе ата-аналар былайша айтқанда сәл уақыттар жетіспейді, кейбіреулер былай жалқауланады, енді өздері былай артық не істегісі келмейді. Дайын түрде енді магазинде болғандықтан сатып алып балаға бере салғысы келеді. Енді ол дайын түрдегі тағам өзі жаңағы консерванттар көп болғандықтан оның өзі баланың ағзасына өте үлкен жаңағы бұзылыстарға алып келеді. Асқазан ішек жолдарының бұзылысын алып келеді, иммунитеті түседі баланың. Енді қазіргі кезде мен ойлаймын, оны тек қана ата-ана ретінде ғана емес, бір қоғам ретінде көтеріп, сол жаңағы сұрақты көтеріп, мейлінше магазиндердің сөрелерінде де кішкене тәтті заттарды азайтып деген секілді балаларға да үйінде ғана емес, мысалы мектепте болса, садикте болса, сәл-пәл сол жөнінде бір лекциялар деген секілді оқытып, бұл болмайды, осындай деген секілді түсіндірме жұмыстар жүргізсе, және де ата-аналар мейлінше балаға жаңағы ең бірінші 6 айлық кезінде тағам берген кезде тәтті заттан емес, керісінше пайдалы көкөністерден, еттен, сорпадан бастаса, балаға тәттіге деген құмарлық сәл аз болады. Бала өскен кезде аз болады. Ал кішкентай кезінен уже балаға соны үйреткеннен кейін, ол өскен кезде 1, 2, 3 жаста одан тәттіні жеуге болмайды, тәттіні жеме деп біз уже айта алмаймыз, себебі оның ағзасы соған үйренгендіктен ол бірден бала тоқтатпайды, оның өзіне бір кемінде 3 ай, жарты жыл деген секілді жұмыс керек. Жалпы қазір Қазақстанда заң шықты, бірінші қыркүйектен бастап мектептің асханасында тәтті заттарды сатпау, яғни бұрын мектептің асханасында шоколад, тәтті сусындар сатып алуға болатын. Бірақ қазіргі таңда бұл заң бойынша болмайды ондай заттар сатуға, бірақ енді кейбір мектептер бәрібір сататын шығар деп ойлаймын енді. Осы заңның өзі де бірінші қадам сияқты, енді кішкене балалардың
дұрыс тамақтануына, мектептегі рационына тәттіні тыюға бірінші енді қадам деп ойлаймын. Және екінші ол ата-аналар жағынан болу керек, әрине. Әрдайым айтып отыру керек, осындай тәтті жеуге болмайды, себебі осындай салдарға алып келеді деген сияқты. Просто болмайды деп айта салу балаға түсініксіз да, неге болмайды, бәрі жейді, неге мен жемеймін деген сияқты. Оның салдары бар екенін де түсіндіру керек деп ойлаймын. Мысалы мен қызымда атопический дерматит, бірден бетінен білем тәтті жеп қойсам. Сосын айтамын, Назым қара көрдің ба, ана жерлерінде сенде шықты деп өзі кремін жағады да, и өзі тыйылады. Мысалы үйде кәмпит бола ма, немесе қонақтар келе ма, ол біледі. Тағы да шығады, қышиды, сондықтан ол тыйылып жемейді да. Яғни балаға егер дұрыстап түсіндірсе, әрине бала оны түсінеді. Дұрыс түсінеді. Бұл жақта енді әр ата-ана ең бірінші өзінен бастау керек секілді. Енді қазір дамыған заман ғой, бұрынғымен салыстырғанда. Енді бұрынғы ата-аналар мысалы интернет болмады деген секілді. Қазіргідей осындай подкасттар болған жоқ, пайдалы ақпаратпен бөлісетін жаңа бір жерлер аз болды да негізі. Сол себепті енді біздің ата-аналарымыз әйтеуір бізді өсірді. Бірақ енді біздің заманда қазір оның бәрі дамып, барлығы ашық, сондай доступта болғандықтан, мен ойлаймын енді ата-ана оны былай бейжай қарап, маған қатысты емес деген секілді, немесе мен дәрігер емеспін ғой деген секілді, или нутрициолог емеспін ғой деген секілді, оны былай бейжай қалдыруға болмайды. Әр ана өзінің баласының денсаулығына қарайтын, былайша айтқанда үйдегі мини бір дәрігер ғой енді. Мини дәрігер, мини мұғалім, бүкіл мини рөлдердің бәрі қосылған адам ғой. Сол себепті енді сол тәттінің негізі тәттіге осы қантқа байланысты сахар деген сондай документальный фильм бар да, ютубта кәдімгі бар. Оны кез келген адам көру керек деп ойлаймын, себебі сол жақта көрсетілген, жалпы қарапайым тілмен түсіндірілген да, қалай ағзаға тәтті жаңағы әсер етеді. Мысалы қазір қарасақ, жалпы балалардың стоматологиясы қазір соңғы уақытта өте күшті дамыды. Көп балаларда бір жас жаңадан шыға салған тіс уже қарайып, былайша айтқанда шірейді, ақырын шіріп бастаған. Кейбір балалардың тістері сондай шіріп кеткен, мынандай нелер, жаңағы протез дейміз бе, неміз сондай бір нелер, коронка салдырып сөйтіп қаптап жатады да. Оның негізгі себебі жаңағы айтқан қышқылдану процесі. Бізде тәтті жегенде ағза қышқылданады. Қышқылданған кезде, яғни pH 7-4-тен төмен болған кезде, керісінше ағза былай айтқанда компенсация дейміз ғой, өзіңіз қайта қалпына келтіру үшін сүйектен, тістен кальцийді шығара бастайды. Кальций бізде бұл сілтілендіретін элемент. Бүткіл сүйектегі, тістегі кальцийдің бәрін қанға шығарады. Қан қайтадан жаңағы ағза өзінің қайтадан pH-ын орнына келтіреді, 7-4-те 7-6 қып, сөйтіп жақсы жұмыс жасаған кезде қайтадан тәтті бала жейді, қайтадан қышқылданып, қайтадан сөйткен кезде, тістегі барлық кальций сыртқа шыққан кезде, ол әрине жаңағы тез құртылып, үгітіліп, жаңағы шіри бастайды. Енді біз тісті көріп тұрмыз да, ал сүйек қалай болып жатыр, оны көріп жатқан жоқпыз. Сүйекте де дәл сондай процесс, ол жақта ақырын желіне бастайды сүйек. Себебі кальций бізге бұл сүйектің мықтылығы үшін, тіс пен сүйектің мықтылығы үшін, беріктігі үшін және өсу үшін керек элемент. Ал ол элемент ағзадан шығып кеткен кезде, мысалы кейбіреу адамдар былай ойлайды, кальцийдің қоспасын мен іше берсем, қайтадан кальцийді толтырам деп ойлайды. Бірақ біздің өзіміздің органикалық кәдімгі сүйектегі кальций және қоспадағы кальций кішкене екі түрлі. Және қоспадағы кальций сіңу үшін кішкене уақыт керек. Оны көбірек ішу керек және уақыт керек, жаңағы кәдімгідей сүйекке сіңіп өзінің орнына отыру үшін. Және тек қана кальций емес, бұл жақта біз детритта, К2 деген витаминдерде бәрін, магнийді да ескеруіміз керек та. Көбісі кальцийді іше береді, бірақ магнийді ішпейді, детритті ішпейді, К2 витаминді ішпейді. Сол себепті жаңағы кальций дұрыс сіңбейді ағзаға. Бұл жақтағы ең басты мәселе өзіміздегі сүйектегі кальцийді жоғалтпау. Сақтап қалу. Сақтап қалу, мейлінше сақтап қалу. Ол кальцийдің өзі, жаңа сүйек дейміз ғой, остеопороз деген, мысалға біз өзіміз оқыған кезде остеопороз 65-70 деп сөйтіп оқыдық қой. Көбінесе енді жарайды климакс кезінде әйелдері 50 жас, 45 жастан басталады. Соның өзі 45 жаста ойбай остеопороз, бұл деген сұмдық деп айтты. Ал қазір қарасақ, кішкентай балалардың өзінде остеопороз уже бар.
Тек біз оны байқамаймыз, оны баланы тексертпейміз, ал балаларда жаңағы рентгенге түскен кезде, сүйектерін түскен кезде мынау уже балаларда сүйектің жұқарғаны көрінеді. Оның өзі остеопороз. Шын мәнінде және балалардың арасында өте жиі сыну, сүйектердің сынуы жиі болып тұрады. Яғни оның себебі қант деп айтуға болады кәдімгідей, Яғни ол кейде былай айтады да, не может быть, что қанттан сондай болды, это же просто тәтті нәрсе емес па деген сияқты, Яғни кішкентай осындай нәрсе, күнделікті сіздің рационыңыздағы осындай күнделікті нәрсе үлкен проблемаға алып келуі мүмкін да баланың. Сондықтан жалпы рацион деген ол өте маңызды нәрсе және ең базасы, баланың денсаулығының базасы ол рацион. Осы бір жарты жыл бұрын мен бір нутрициологтың мастер-классында болдым. Және ол мынандай тақырыпты қозғады да, біздің Қазақстандағы халық, қазақтар өзінің түп негізгі рационынан, қазақтардың рационынан мүлдем алыстап кетіп бара жатыр да, европалық рационға. Яғни ол біздің қазақтардың рационы ол таза ет, сорпа, майлы тағамдар, ірімшіктер, сыр, айран, йогурт, қатық, яғни қымыз, шұбат, яғни бүкіл сондай табиғи тағамдардан біз алыстап, керісінше европалық моданы қуалап, европалық шөп, басқаша тамақтануға ауысып жатырмыз да, және бұл біздің генетикалық тұрғыда біздің нациямызға жатпайды, яғни ол біздің гендік түрде біз оны дұрыс қорыта алмаймыз. Сол себепті жиі қазір мысалы қазіргі кездегі үлкен кісілеріміз ауырады, себебі ол сол кезде уже совет өкіметі кезінде рационды ауыстырып тастады да бізге. Сол себепті ауру адамдар жиілеп кетті. Яғни қазіргі таңда біз өзіміздің кішкентай балаларға прикормды мысалы еттен бастай аламыз ба, еттен, сүйек сорпасынан, яғни қайтадан қазақи националды тағамдарға қайтып келіп, содан бастасақ болады ма мысалы прикормды? Әрине прикормды мысалға сүйек сорпасынан және де кәдімгі жіліктің, сол сүйектің ортасына жілікте майлар болады, ең бірінші соның майынан, кәдімгі сары майдан және сүйектің сорпасынан бастаған өте күшті. Себебі оның құрамындағы, мысалы жіліктің құрамындағы майда кәдімгі майда еритін витаминдер бар, А, Д, Е деген секілді витаминдерге бай. Сүйек сорпасының өзінде коллаген бар, керекті бізде амин қышқылдар дейміз, керекті белоктарымыздың түрі бар, және асқазан ішек жолдарын дұрыс дамуына, өсуіне, ішектерде бізде бүрлер көп, солардың өсуіне керекті глутамин деген секілді сондай зат бар, мысалға сүйек сорпасының ішінде. Енді өте көп. Жалпы коллаген, неше түрлі барлық витаминдер осы сүйек сорпасының ішінде бар, және де майда бар. Енді сондай тағамды жеп, одан кейін ақырын бірте етті қосу, соның ішінде мысалы айта кетейін, көбісі ет десе сиырдың етін ойлайды, бірақ сиырдың еті емес, біздің ата-бабамыз негізі қой мен жылқының етін көбірек жеген, сиырдың еті суық деп жемеген. Сол кезде мен ойлайтын, қалай суық деген секілді үлкен жаңа апаларымыздан, аталарымыздан еститінбіз ғой, біз сиырдың етін жемейміз, бұл суық, сиырдың сорпасы суық болады деп. Оны мысалы жас кезде, кішкентай кезінде түсінбеген ғой. Енді түсінсем, суық деген ол қабыну екен. Яғни соңғы осы жылдарда дәлелденген сиырдың еті, яғни қызыл ет дейміз да, бұл адам ағзасына қабыну процесін тудырады екен. Сол себепті мейлінше рационда қойдың етін көбірек тұтынған жөн. Енді жаздың уақытында көбінесе ата-бабамыз кәдімгі қойдың етін жеген екен, себебі жылқының еті бұл ыстық екен. Яғни қыздырады, денені қыздырғандықтан жазда итак күн ыстық, денені қыздыру керек емес. Ал керісінше мысалы соғым соямыз ғой, қыста көбіне жылқының етін соямыз да, қыс суық болғандықтан денені сондай бір ыстық жылылықта ұстау үшін жылқының еті денені, ағзаны жаңағы қыздырады деп, қыста біз ата-бабамыз соғым сойып жылқыны жеген екен да. Ал сиырдың етін осы кейінгі совет үкіметі кезінде сиыр еніп, сөйтіп еті жаңағы қолданысқа енгеннен кейін ғана басталған екен да, сиырдың еті. Жалпы қазір сиырдың сүтін де кішкене айтып жатыр, көп дәрігерлер, нутрициологтар, казеин бар дейді, жаңағы лактоза көп дейміз. Қазір көп балаларда, тула саған балалардың өзінде
лактозаны көтере алмаушылық бар. Яғни тіптен өзінің анасының сүтін емеді да, жаңа ана сүттің өзін қорыта алмайды да балалар. Көбінесе сол лактоза ферментінің жетіспеушілігінен жаңа қосымша ферменттер беріп жатамыз. Енді ондай балалар кәдімгі сиырдың сүтін де іше алмайды. Себебі сиырдың сүтінде лактоза, жаңа казеиндер өте көп, өте ауыр белоктар. Сонымен қатар қазір жалпы мынандайда да бұрында әрбір қазақтың үйінде бір сиырдан ұстайтын да, сол сиырдың сүтін сауып, сол бір отбасы сол сүтті ішкенді. Ал қазір біз мысалға табиғи деп, мысалы қолдың сүті деп алуымыз мүмкін да, магазиндік емес, қолдың сүті деп. Бірақ мысалға магазиндікімен салыстырғанда әрине қолдың сүті жақсы, себебі магазиндік сүттерде мысалға үлкен бір фермада мысалға 1000-ға жуық сиыр болса, сол 1000-ға жуық сиырдың сүті сауылады, жаңағы үлкен бір үлкен бір цистернаға сауылады, соның бәрі құйылады. Ал сол сиырдың бәрі көп антибиотикпен, көп гормондармен өскен сиырда, жаңа оның сүтінің құрамында антибиотик бар, гормондар бар, неше түрлі, және 1000 түрлі сиырдың сүті 1000 түрлі антиген дейміз ғой. Сондай бір сыртқы бөгде заттар, өздерінің араласқан 1000 түрлі болып араласады да, ол жаңағы қанша өңдеуден өтсе де барлығы сақталады оның, және біздің ағзаға түскен кезде ол неше түрлі реакцияларға алып келеді. Қолдың сүті де сондай. Енді мүмкіндігінше бір сиырдың сүтін ішсе, ол бөлек болады да, бөлек жағдай. Ал жаңағы 10 түрлі, 1000 түрлі сиырдың сүтін ішкен, ол мүлде бөлек жағдай болады. Оның өзі жаңағы қазіргі кезде гормондарға көп болғандықтан, сиырда эстроген гормондар көп екенді сүтінде. Ол эстроген гормондары сиырдың бұзауының тез өсіп, тез ет жинау үшін керек екен. Ал ол сүт енді біздің ағзаға түскен кезде, әсіресе әйел адамдарда қазір эндометриоз, миома дейміз, киста дейміз өте көпті. Соның бір себебі сүт ішкендіктен артық эстрогендер түседі. Артық эстрогендер ол бауыр арқылы өсетіндіктен бауырға нагрузка болады, соның барлығы бауыр дұрыс өңдей алмайды да, әйел адамда оның бәрін матка өзіне алып қояды. Сол үшін қазірде әйел адамдарда сондай проблемалар өте көп. Ал енді кішкентай баланы біз сол дайын сүттерді алып қоректендірсек, ол қыз бала болса, ол болашақта қалай болады? Ол болашақта жүктілік жаңағы бала көтере ала ма, жалпы ағзасы сондайға дайын бола ма? Ал ол бала болса, кішкентай кезінен сондай сүтті ішіп өссе, ол баланың ағзасында ол эстрогендер ондай көп деңгейде керек емес, оларға тестостерон керек. Ол балалар қазір кейбір балалар байқаймыз, гинекомастия дейміз, артық салмақ, жаңағы сүт бездерінің өсуі ол балаларда. Кейбір ол балалар сондай мінездері қыз секілді, сондай кішкене жылауық болады, нәзік болады. Осының бәрі жаңағы артық сырттан енетін бөгде гормондар, солардың әсерінен. Сол үшін жаңа айтып кеткенде ең бірінші ішкісі келсе әрине ешкінің сүті, бірақ ешкінің сүтінің өзі сәл кішкене қою, майлы болады. Оны ішетін бала ішеді, ішпейтін бала ішпейді. Енді мейлінше айран түрінде, жаңа ұйытып айран түрінде беруге болады, себебі ол жақта жаңағы белок, жаңағы денатурация дейміз ғой, яғни өзгеріске ұшыраған белоктар болады. Және оның құрамында пайдалы бактериялармен ұйытқан болса тіптен жақсы, ол ішекке пайдалы болады. Жаңағы қымыз, шұбат, оның барлығы бізде негізі ұйыған сүттің түрі ғой. Олар да өте күшті, және осы соңғы кезде бір лекцияны оқыдым да, ол жақта әсіресе мына шұбаттың пайдасы туралы айтқан. Шұбаттың пайдасы өте керемет екен. Ішінде жаңағы оның ішінде бізде иммунитетке, қажетті иммунитетті көтеретін, онкологиялық жасушалармен күресетін өте күшті молекула дейміз ғой, заттар бар екен. Сол себепті енді шетелдің жаңағы профессорлар оқыды, олар айтты, сендер қазақтар жаңағы бақыттысыңдар, себебі сендерде түйелерің бар, шұбат ата-бабаларың бұрыннан білген ішетінін, қымыздың қандай, саумалдың қандай пайдасы екенін. Мейлінше біз сол өзіміздің ата-бабамыз ұстанған рационға қайтадан енуіміз қажетті. Себебі ол сол қойдың етін біздің ағза өте күшті қорытады, қойдың сорпасын өте күшті қорытады. Және де ет пен сорпадан бөлек субпродукты дейміз да. Қазір байқауымша субпродукты көп ешкім жемейді. Әсіресе бауыр, ішек қарын дейміз, ішегін, малдың қарнын, жаңа қойдың, сонымен қатар жүрегі, өкпесі барлығын тастамай,
қазір көбісі тастай салады екен. Иә, ой, бұны жемейміз, тек қана ет. Ол қара кесек еттің өзінен де кішкене тыю керек былай. Оның орнына субпродуктыны. Мысалы аптасына 2 рет ет болса, қалған 2 рет жаңағы ақ ет дейміз, тауықтың еті, индейка дейміз, ал қалған кездері субпродуктымен қоректену керек. Және де қазір кезде балалар мысалға қой сойып жатса, өзіміз кішкентай кезде жедік қой, құлағын, тілін жаңағы сирақ дейміз, сонда мен ойлаймын, біз коллаген заттарды жеттік қой. Иә, біздің аталарымыз бигерден-бигер коллаген бермепті қой, белок, ол өсу үшін, терісіміз, жаңа тырнақтарымыз, шашымыз мықты болу үшін. Соның бәрі не деген деймін да, ал қазір біздің балалар жемейді мысалға. Ойбай деп қашады ғой. Не мынау қорқынышты деген секілді. Соның бәрін ақырындап енгізіп, қайтадан сол бұрынғы ата-бабамыздың несіне жаңағы тағамдануына келсек, керісінше біздің ата-бабамыз жаңағы батыр болған ғой енді, өте бойшаң, ірі, күші көп, қара күші көп. Оның бәрі жаңағы тамақтануына байланысты. Ал біз қазір ұсақталып кеттік та, біз енді өзіміз рационға қоссақ, керісінше біздің де балаларымыз мысалға сондай қайтадан күшті болып, интеллектуалды тұрғыда да мысалы көшу, аң аулау, яғни оның бәрін жасау, ойлап табу, яғни бұның бәрі үлкен интеллектуалды ақыл керек қой, оның бәріне. Яғни егер біздің рационымыз дұрыс емес болса, әрине ойлау қабілеті де төмен болады, IQ төмен болады. Сол себепті жалпы бізге қайтадан шын мәнінде өзіміздің бұрынғы ата-бабаларымыздың рационына қайтып келу керек деп ойлаймын. Және бұл ең дұрыс шешім болады деп ойлаймын. Себебі біз қазақ болып туылдық, біздің генетикалық тұрғыда сол тағамдарды қорыту кәдімгідей жеңіл болады. Яғни біздің ағзамыз сол үшін жаратылған ғой. Яғни қойдың етін жеу үшін, жылқының етін жеу үшін, және бұл норма, және одан қорқудың да қажеті жоқ. Себебі қазір ойбай қойдың еті, ойбай майлы, немесе талқан жемейді, құлақ деген сияқты, тұяқтарды мүлдем жемейді. Сондай сияқты алыстап бара жатырмыз да өзіміздің кухнямыздан. Яғни бұл үлкен проблема. Көбісі мысалы ПП, жаңағы дұрыс тамақтану, ПП десең, андай маркетинг қой, адамның көзі не көреді, миына сол еніп қалады да. Маркетингте бізде смузилар, жасыл, неше түрлі, жаңа авокадо дейміз, ойбай керемет авокадо, жаңа қызыл балық дейміз, қызыл балық, икра дейміз да. Енді біздің ата-бабамыз, енді именно мына Қазақстанның орталығындағы ата-бабаларымыз, енді жаңа Каспий, жаңа Орал жақтар енді кішкене өзен нелері бар ғой, енді олар кішкене балыққа бейім, олар енді жесе болады. Ал енді біз мына орталық Қазақстан, оңтүстік Қазақстан, бізде ондай ата-бабамызда ондай мүмкіндік болмағанда балықпен тамақтануға, олар жаңағыдай етті көбірек жеген. Сол себепті бізде жаңағы дұрыс тамақтану ол ешқандай қымбат емес, және де ол бір ешқандай қиын емес та негізі. Кәдімгі тары, жаңағы талқан, құрт, мысалы құрттың өзінде өте көп электролиттер бар. Электролиттер натрий бар, кәдімгі калий бар, кальций бар, кальций бай. Мысалға бала кәдімгі жолға шыққанда да күн ыстық болып адам терлесе, мысалға электролиттер тер арқылы шығып кетеді, адам сәл әлсіреп қалады. Соның орнын толтыру үшін ата-бабамыз мысалға құртты сорған. Яғни ол құртты сору арқылы сол керекті өзіне электролит, жаңағы микроэлементтер ағзаға сіңеді, оны қайтадан қалыпқа келтіреді. Енді ойлаймын негізі бұл тамақтану жөнінен біздің ата-бабамыздан асқан ақылдылар жоқ шығар. Шын мәнінде. Жент, мысалы, жент тарыдан жасалады, оның өзінің құрамында қаншама пайдалы майлар, пайдалы нелері бар, жаңағы витаминдер бар. Оны біз мысалы ата-бабамыз нанның орнына шайнап қана жеп қойған. Біздің ата-бабамыз негізі нанды көп жемеген, мүлде ары-бері көшіп қонып жүргендіктен бидайды да көп жемеген. Ол дәнек түрінде ғана ауыздарына салып, анда-санда ғана көбінесе сол өздерінің құрттарын, ірімшіктерін және қымызын, айрандарын өзімен бірге көтеріп жүрген, соларды ішіп, жаңағы етін жеп жүрген. Қазір енді көп өзім байқаймын да, адамдар суши, роллы, не деген секілді да, оның да өзі бізге жат, себебі ол енді жапондықтардың тағамы. Қазір өте көп сондай жаңағы шетелдің тағамдарын жегендіктен адамдарда көбінесе сол асқазан ішек жолдарымен проблемалары өте көп. Ащы тағамдар көп жейді, раменнің неше түрлісін жейді. Яғни
әрине неше түрлі кухнядан жеп көру керек, бірақ бұл күнделікті рацион болып кетті да бәрінде, иә. Яғни біз өзіміздің кухнямыздан басқа біреудің кухнясын алып жеп отырмыз да. Соның әсерінен біздің ағзамыз оны шыдамай, әрине оның бәрі ауруға айналып жатыр да. Асқазан ішек жол. Қазір кімде любой адамды айтсам панкреатит бар обязательно. Иә, панкреатит. Иә, міндетті түрде панкреатит немесе өт қабы удаленный, сондай, немесе гастрит бар, яғни міндетті түрде асқазан ішек жолдарының проблемасы бар. Және ол үлкен жастан емес, кішкентай жастан басталып жатқан проблемалар. Кішкентай жастан. Енді генетика, ДНК десек, ол бір ақпарат қой негізі. Ағза дайын түрде ақпаратпен туылады да. Осыны білем, осыны қортам деген секілді. Ал өзінен бөлек бір оған білмейтін бір затты берсе, ол қиналады. Мысалы, біз өзіміз дәрігер болсақ, бізге бір басқа бір юристтің немесе бір бухгалтердің жұмысына келсе, біз қиналамыз, бұл не тағы деп. Иә, тура сол секілді ғой, біздің ағза жаңағы етті сорпаға, қойдың етіне жылқы еті, сорпаға айран, шұбат, қымызға арналса, біз алып оған неше түрлі суши, роллы, жаңағы европалық бір тағамдарды жесек, ол қиналады. Оны әрине қортады, максималды түрде қортуға тырысады, бірақ ол қатты қиналады, оған көп энергиясын жұмсайды. Сол себепті бізде ағзада сондай бұзылу көп процестер өте көп. Иә, және қазір балаларда, әсіресе жаңағы тәттіні көп жейтін балаларда асқазанның қышқылдығы төмен. Асқазанның қышқылдығы төмен болғандықтан ондай балаларда аузынан жағымсыз иістер шығады. Автоматты түрде бізде саналы түрде ми жаңа асқазанның қышқылдығы төмен болғандықтан ет жемеймін дейді. Себебі ет қорту үшін бізде асқазанның қышқыл болу керек, pH-ы 1,5-2 болу керек. Ал бізде керісінше асқазанның қышқылдығы төмен болғандықтан, яғни pH бізде көбінесе сілтілі жаққа кетіп қалады, 4-5 деген секілді. Ондай болған кезде ет қортылмайды. Қортылмағандықтан ағза оны біледі ғой, қорталмай мен бұны дейді, миға жаңағы сигнал береді, ми тұрады, ана балаға бұл сен жамайсың, бұны мен қорталмаймын деген кезде бала етті қарайды, мен жемеймін бұны дейді, иә. Мен сорпаны ішпеймін, мен ет жемеймін дейді. Себебі оның асқазанның қышқылдығы төмен, ал асқазанның қышқылдығы негізі физиологиялық түрде 5-6 жасқа дейін өзі төмен болады, бірақ тәттіні жеген сайын ол одан төмендетіп жібереді асқазанның қышқылдығын. Және сәйкесінше көп балаларда жаңағы не дейміз ғой, эзофагит, рефлюкс, эзофагит, керісінше асқазанның қышқылдығы өті асқазанға өтеді, ол одан өңешіне өтіп, қазіргі балалардың өздеріне гастрит неше түрлі, изжога деген секілді клиникалармен балалар келіп жатады да. Ал егер асқазанның қышқылдығы дұрыс болса, әсіресе мына үлкен адамдардың өзінде асқазанның қышқылдығы дегеніміз ол бір қысымды ұстап тұрады да, яғни бізде клапан дейміз ғой, яғни асқазанға ашылатын бір есік бар, өңештен асқазанға, сосын асқазаннан 12 елішекке ашылатын бір есік бар да, олар жабық тұрады. Тамақ түскен кезде ашылады да, асқазанда қышқылдықпен жаңағы ыдырағаннан кейін 12 елішекке ашылып, тағам асқазаннан түседі да. Ал енді бізде бұл есіктердің бәрі ашық, себебі асқазанның қышқылдығы төмен, қысым жоқ, есіктер ашылып кетеді. Ал егер асқазанның қышқылдығы өзінің қалпында болса, қысымды ұстайды да, есіктер жаңағы клапандар жабық тұрады. Сол себепті жаңағыда изжога, рефлюкс деген секілді ешқандай клиника болмайтын еді да. Бірақ қазір біз байқауымызша барлық адам, үлкендерде де, кішкене балаларда да асқазанның қышқылдығы төмен. Әсіресе подростықтарда, жасөспірімдерде көп болады. Себебі олар қазіргі кезде энергетиктерді көп ішеді, оның барлығы сондай напитоктар көп ішеді, бұзылыстарға алып келеді. Енді ол асқазанның қышқылдығының төмен болуы өттің дұрыс бөлінбеуіне алып келеді. Өт дұрыс бөлінбесе бізде жаңағы қазір өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, панкреатит дедік қой. Жаңағы неден ұйқы безінен ферменттер бөлінген кезде ол бізде асқазанның қышқылдығымен және өтпен активтенеді. Ол екеуі де дұрыс бөлінбегендіктен анау бөлінеді, бірақ активация болмайды. Тағы да бізде тағамдар жаңағы қортылмай қалады. Және ол шекке уже қортылмаған тағам түскен кезде шекте жаңағы брожение дейміз, яғни қалай айтсам болады, сонда шіру процесі жүреді. Оның өзі ішектің бүрлеріне керісінше зақым тидіреді. Яғни тесік ішек синдромы дейміз ғой, сондайға алып келеді. Қазір балалардың бәріне тесік ішек синдромы өте көп. Себебі балаларда өте көп аутоиммунды аурулар өте көп, неше түрлі белгісіз генездегі аллергиялық аурулар өте көп. Оның бәрі жаңағы ішектегі өзінің қорғаныш
қабаты дұрыс болмай тесілгендіктен тағам арқылы түсетін неше түрлі бактерия, вирус, антигендер бар, тағамның өзіне тән. Соның бәрі қанға өтіп кетеді. Қанға өткеннен кейін оның бәрі барады, интоксикация, миды зақымдайды. Қазір көп балаларда тілінің кеш шығуы, ЗПР, ЗР, неше түрлі аутизм деген секілді рас сондай диагноздар қойылып жатыр ғой көп. Оның бәрі сол ішегіндегі іш құрылысында болып жатқан дұрыс емес процестерден бүткіл зат алмасу процесі бұзылады. Ол жаңағы оның бәрі миға әсер етеді. Сонымен баланың миы тежеледі. Заторможенный болады. Заторможенный тежеліп қалады да. Балада сөйлеуде тежеледі, оның интеллект жағынан да төмен қалыс қалу байқалады. Енді оның барлығының несі сол ішекке, асқазан ішек жолына жаңа дұрыс тамақтануға байланысты. Себебі ішек қазір кезде айтып жатыр ғой, екінші ми деп. Ішектегі микробиом дейміз. Жалпы бізде өзіміздің пайдалы бактериялар бар. Бифидум бактерия, лактобактерия дейміз. Пропион бактериялар дейміз. Осы әсіресе пропион бактериялар өздерінен ацетат, бутерат деген секілді заттар бөледі. Яғни среднецепочечные жирные кислоты, қысқа тізбекті май қышқылдары бөлінеді екен. Қысқа тізбекті май қышқылдары бұл бізге миға барған кезде мидың нейрондарына, оның өсуіне, дамуына көмегін тигізетін ең бірден бір затта, қажетті, өте қажетті зат. Ал бірақ бізде қазір байқағанымызша тәтті көп жейді, ағзамыз қышқылданады, оның үстінде ондай қышқылданып жатқан ағзада итак иммунитет төмен, бала ауырады, қайтадан антибиотик салады. Ондай антибиотикті де жаңа қышқылдық ортанда біздің өзімізге қажетті, өзіміздің дос микроорганизміміздер, микробиом, бактерияларымыз жақсы көрмейді. Біздің бактериялар жаңа сілтілі ортаны жақсы көреді. Және де ондай ортада олар күшті көбейеді, өздерінен күшті активті заттар бөледі да, ол активті заттардың бәрі біздің миға әсер етеді. Мысалы, бифидум бактериялар көп болса, ондай балалар зерек келеді екен. Яғни логикалық тұрғыда алғыр, сондай сабақта да күшті оқиды, бір өздері сондай бір IQ-ы жоғары адамдарда негізі сол ішектегі бифидум бактериялары көп болған анықталғанда зерттеу бойынша. Қазір тағы да Альцгеймер ауруының негізгі себебі анықталды. Ол ішектегі өте кедей микробиом. Өте кедей микробиом болғандықтан, ми жаңағы айтқан өзіне қажетті май қышқылдарын, өзіне қажетті активті заттарды ішек арқылы ала алмайды. Сол себепті мидың қыртыстары да ақырын жазыла бастайды. Оның өзі Альцгеймерге алып келеді. Енді біздің балалар мықты болу үшін әрине оның ішектегі өзінің бактерияларын өсірген дұрыс. Ал оның бактериясы ең бірінші кезекте бала өзінің анасының ішіне жатқан кезде 50% анасының микробиомын ішке жатқан кезде плацента арқылы алады екенді, ал 50%-ын емшек сүті арқылы, яғни мамасы анасы емізген кезде табиғи жолмен өзінің сүтімен сол сүттен алады екен. Сол себепті анасының өзінде жаңағы микробиомы өте бай болу керек, өте күшті болу керек. Сол кезде сол заттың бәрін ол плацента арқылы өзінің ішіне жатқан кезде және сүт арқылы балаға береді. Және бала өскен кезде дұрыс тамақтанса, жаңағы өзіне қажетті дұрыс заттарды алса, ол бактерия өседі. Ал әрине ол дұрыс тамақтанбаса, қайтадан дұрыс бактериялардың бәрі ол керісінше тәттіні ішсе, бізде патогенді флора бар, бізде жаңағы кандида саңырауқұлақтары бар, олар керісінше тәттіні жақсы көреді, және мейлінше ағзаға тәтті түскенін қалайды. Біз ойлаймыз мысалы, ой, саңырауқұлақ, жарайды, ол обычно саңырауқұлақ деген секілді, немесе обычно бір бактериялар көзге көрінбейтін кішкентай деп. Бірақ олардың өздерінің де бір ойлау системасы бар да, ол енді ғалымдар әлі дәлелдеп келе жатыр. Олардың да өзінің ойлау бір жүйелері бар. Мысалы, кандида саңырауқұлағы ағзаға тәтті түспеген кезде өзінен бір сондай бір заттарды бөледі, активті заттарды бөледі, тәтті керек деген секілді. Ол біздің қан арқылы өтіп миға барған кезде, как будто біз тәтті жегіміз келіп тұрады. Что-то тәтті жегім келіп кетті деген секілді. Олар да өмір сүргісі келеді деген сияқты. Олар да өмір сүргісі келеді. Олар мысалға етті, сорпаны жақсы көрмейді. Мысалға, кәдімгі бізде жейтін нелер, кәдімгі көкөністерді жақсы көрмейді. Олар тәттіні жақсы көреді, қантты жақсы көреді бірінші кезекте. Сол себепті олар өмір сүру үшін жан талысып өзінен қажетті андай өзінен сондай бір заттарды бөлген кезде ол сигнал болып миға барады. Сол кезде біз өзіміздің тәтті жегіміз келмеуі мүмкін.
жай ғана су ішкіміз келуі мүмкін, иә, жай ет жеуіміз келуі мүмкін. Бірақ ана активті заттар сондай көп миға бөлінгенде біз шатастырамыз да, ой, что-то тәтті жегім келіп тұр, осындай тәтті жемесем болмайды деп, тәттін жеген кезде өзіміз қанағаттанғандай күшті сезімде боламыз. Бірақ негізінде біз жаңағы өзіміздің дұрыс емес флорамызға сондай бір той жасап беріп отырамыз да. Сол себепті ең бірінші әрине біз мына ішекте бізде негізі бос орын жоқ та. Ішекте бос орын жоқ. Ішекте кез келген кішкентай бір бөлігін кесіп алып микроскоппен қараса, ол жақта неше түрлі өзімен өзі біз білмейтін өмір жүріп жатыр да негізі. Цивилизация бар да ол жақта да. Сол себепті ол жақта да конкуренция болады, орын үшін талас болады, соғыс болады. Былайша айтқанда өзіміздің бактериялар жаңағы кандида саңырауқұлақтармен, патогенді флорамен, жаңағы гельминт дейміз құрттармен, паразиттермен күреседі. Егер біздің бактериялар қажет жағдайда көп күшті болса, ал ол көп күшті болу үшін дұрыс тамақтану керек, және де екінші бір орта сілтілі болу керек. Ал бізде ішекті сілтілендіретін бұл бізде өт. Өт қышқылы бізде ішекті сілтілендіреді, яғни қышқылдық ортадан сілтілі ортаға ауыстырады, және де өт қышқылында біздің бактериялар қоректеніп өсетін активті заттар бар. Желчный кислоты дейміз ғой, өт қышқылдары, оның өзі жаңа біздің бактерияларға қоректік роль атқарады. Ал қазір барлығында почти что застой бар да, өттің іркілуі байқалады. Себебі майлы тағамдар жемейді. Майлы тағамдар жемейді, және де өттің іркілуі байқалғандықтан, өт дұрыс ақпағандықтан, әрине бізде өзіміздің бактерияға керекті жаңағы тағамдар аз түседі. Керісінше жаңағы біздің өт сонымен қатар ол кандиданың да, паразиттерді де, патогенді бактерияларды өлтіреді. Яғни антисептик ролін атқарады. Оның бәрі өзінің дұрыс бөлінбегендіктен, жаңа бізде керісінше кандидамызда жаңағы неше түрлі саңырауқұлақтар кандидадан бөлек, бактерия, паразиттердің бәрі өседі, ол біздің бактерияларды ығыстырады. Ол ығысқан кезде әрине біздің ішекте неше түрлі аурулар пайда болады, иммунитет түседі. Және де балада жаңа тесік ішек синдромы дамиды, балада неше түрлі агрессия, қазір балалар байқаймыз, агрессия бар, қатты бар, жылап қалады, бірдеңкені көтере алмайды, бір сөздерді көңіліне тез алады, стресске тез ұшырайды. Бірдеңке болса өзін, әсіресе мына бір жастағы балалар басын стенаға ауырады, полға ауырады, истерика болады да, былайша айтқанда. Әсіресе мына тәтті зат бермесе, бала қатты стресс болады. Қатты агрессияға түседі. Оның бәрі жаңағы, былайша айтқанда біз ойлаймыз да, жоқ, мен өзім саналы адамын, менің миым өзіме деген секілді. Бірақ біз білмейміз, біздің ішегімізде неше түрлі зат бізбен басқарып жатқанын білмейміз да, оны ойламаймыз. Сол үшін бұл жақтағы ең басты нәрсе, бұл ең бірінші асқазан ішек жолының жұмысын ретке келтіріп, дұрыс тамақтанған кезде жаңағы процестің бәрі өзінен өзі ақырын жойылып өз орнына келе бастайды. Яғни біздің ағзамыз ол соншалықты мықты, Алланың бір жаратқаны ғой, точный немен жұмыс істейді да. Егер біз жағымыздан көмек қана болса, яғни ол дұрыс тамақтану, уақытылы су ішу, жаман нәрселерді тыю деген сияқты, таза ауамен демалу, активті түрде физикалық жүктеме болса, әрине соның бәрі сағат сияқты жұмыс істеп тұрса, онда біздің ағзамыз тек бізге рахмет айтып, бүкіл аурулардан да айығуға болады, яғни бәрін қайтадан орнына қалпына келтіре аламыз, сонда. Бізде тағы да енді өзіміздің не бар, сообщество бар, жаңағы антиэйдж дейді, сол жақта жаңағы мықты лекторларымыз бар. Олар да айтады да, мысалы былай, адамның өзінің ішінде өзінің дәрігері бар дейді, ішкі дәрігері бар. Ол дәрігерді Құдай жаратты дейді, Алла Тағала жаратты ол дәрігерді. Яғни ол бізде гомеостаз дейміз ғой, тұрақтылық. Кез келген затта компенсация жасауға, тұрақтандыруға тырысады. Кез келген жаңағы айтып кеткен қышқылдық ортаға ауысса, кальцийді сүйектен шығарады да, оны сілтілік ортаға қайтадан ауыстырады, pH-ын. Және неше түрлі сондай ғой, барынша максималды түрде біздің өміріміз сондай жақсы болсын, жарқын болсын деп біздің ішкі ағзамыз бір-бірімен күресіп өмір сүріп жатыр да, өздерімен өздері жұмыс жасап жатыр. Ол біз білмейміз да. Ең соңында бізде жаңағы өзіміздің ішкі дәрігеріміз шаршаған кезде, компенсациялық механизмдеріміздің бәрі таусылған кезде ауру пайда болады. Бірақ ол ауру бірден көбісі ойлайды мысалға, ой, қалай дені сау болып жүріп, аяқ астынан инсульт болып қапты дейді, немесе аяқ астынан онкология болып қапты дейді. Бірақ ойламайды да, онкология ол бір күнде дамымайды. Ол ұзақ 5 жыл, 10 жыл бұрын ол басталған процесс, тек ағза өзі максималды түрде соны дамытпауға тырысты, бірақ
мына адамның өзі қожайыны, иә, денесінің қожайыны дейміз ғой, енді адам өзінің қожайыны ретінде адам өзіне қарамағандықтан, дұрыс тамақтанбағандықтан, стресс болғандықтан, жаңа ұйқының дұрыс болмағандықтан ол бітті, ол компенсациялық күшін сарқылды да барлығы. Ол ауру бүйтіп басып келе жатқан ауру бірден былай шыға қалды. Және адам ойлайды, қалайша бұл дамыды, әп-әйбәт сап-сап болып жүреді, аяқ астынан осындай болып шықты деген секілді. Қазір мысалы балаларда да өзің байқайсың ғой, мысалы біз оқыған кезде көбіне онкология мысалы 30 жас, 40 жасқа түсті, бұл сұмдық деп айтты. Қазір кішкентай балаларда көп, мысалы Инстаграмда да, ТикТокқа да жаңағы сбор жасап шығады. Лейкоз дейді, неше түрлі бірдеңке, бластома, глиома. Өте сирек кездесетін онкология түрлері көп. Өте сирек кездесетін онкологиялар балаларда 1 жастағы, 6 айлық, сонда 2 жастағы балаларда өте көп та. Барлығы шетелді аралап, жаңағы сбор жасап жүреді. Енді оның барлығы ең бірінші бала өзінің анасының ішінде дамығаннан бастап алуы мүмкін, және де жаңағы прикормнан, алғашқы баланың тамақтануынан бастап алуы мүмкін. Себебі әр адамның, әр баланың организмі әртүрлі деңгейде компенсациялық механизм әртүрлі болады. Біреуде мықтырақ болса, біреуде әлсіз болады. Мықтырақ жаңағы 10-20 жыл кішкене ауырмай жүру мүмкін да, енді ағзасын күтпесе, сол кезде ауруы мүмкін. Ал әлсіздеу 1-2 жылда мысалы ол күші таусылады да, сөйтіп ауру пайда болуы мүмкін. Әркімнің ресурсы әртүрлі болады да. Енді жаңағы оның барлығы митохондрияға да байланысты болады да. Митохондриясы мықтыларда ресурстар сәл көбірек болады. Митохондриясы әлсізде ресурстар сәл аздау болады да. Сонымен энергия тапшылық, жаңағы басқа да тапшылықтар болып, неше түрлі сондай аурулар пайда болуы мүмкін. Бүгінгі көрермендерге айтатын 5 нутрициолог ретінде 5 кеңесіңіз тамақтану бойынша балаларға. Әсіресе балаларға жаңағы ең бірінші прикормия, жаңа алғаш тамақ бергенде балаларға дұрыс тамақ беруден бастауда, оның ішінде сүйектің сорпасы, жіліктің кәдімгі майы, сары май, және де ол берді екен деп қарны тойсын деп қасықтап берудің қажет жоқ. Бір қасықтың жарты қасығын ғана сәл-пәл аузына тигізіп, жаңа дәм тату, бастапқыда бала танысу керек. Және де мейлінше егер баланың да денсаулығы, ананың да денсаулығы бар болса, мейлінше баланы әрине табиғи жолмен кәдімгі сүтпен, ананың сүтімен емізу. 1 жасқа дейін максималды түрде емізуге тырысу керек, себебі жаңа айтып кеткен 50% біздегі микробиом, бактериялар қажетті балаға ананың сүті арқылы беріледі. Ол бактериялар ешқандай сүтте жоқ, ешқандай қосымша адаптивті сместе де жоқ, ешқандай қазіргі біз керемет жаңағы шығып кетті ғой, неше түрлі витамині бар, анау-мынау, оның ішіндегі онда ешқандай зат жоқ, тек қана ананың сүтінен ғана берілетін жаңағы иммунитетте, бактерияларда табиғи ананың сүтімен беріледі. Сол себепті ең бірінші сол ананың сүті, және де прикормды сол дұрыс бастау, және 6 айынан бастау. Екінші, әр адам, ата-ана үйінде өзінен бастауда дұрыс тамақтануды, үйіне мейлінше дұрыс заттар алып келу, себебі балада ақша жоқ, ол өзі магазинге барып ала алмайды. Үйіне керек деген ғана заттарды алу, мүлде тәтті сусындарды үйге алып келмеу, сол кезде бала үйренеді. Яғни дастарханның үстіне, бізде столдың үстіне қандай тағам тұрса, бала соны жейді. Сол себепті керекті ғана пайдалы тағамдарды қойып, баланың көзінде, баланың былайша айтқанда психологиялық тұрғыда тәрбиесінде соған үйретуді. Одан кейін үшіншісі, әрине сәл үлкен балалар болса, олармен көзбе-көз отырып, ақылын беріп, түсіндіру тек қана болмайды емес, оның салдары неге алып келеді, болашақта қандай, оның денсаулығына, оның өміріне, оның жалпы мынау болашақтағы карьерасына, қандай жаңағы зиянды заттарын алып келуі мүмкін тәтті. Соны түсіндірген кезде, ол мен ойлаймын, енді 7-8 жастағы бала уже ол түсінеді. Ол онда жақсы уже осознанный бола бастайды, бала түсінеді. Жесе де ол аз ғана жейді, бірақ өзінің дозасын біледі. Одан кейін, бұл 3-ші болды ғой. Енді 4-ші, әрине кез келген тағамнан, енді қазіргі біз заманда өмір сүріп жатқандықтан, бүткіл тағамнан мен ойлаймын негізі
енді көбісі жаңағы неде өседі бізде теплицада өседі иә. Енді витаминдерді толық алу мүмкін емес, енді қоспаларды арасында беріп тұру иә. Енді күнделікті деп айтпаймын, бірақ арасында беріп тұру. Мынау сезондар кезінде әсіресе қазір ОРВИ сондай сезондар, мына күн уже қысқарды иә, күн сәулесінен біз D3-ді толығымен ала алмаймыз. Сол себепті профилактикалық дозада D3-ді беру деген секілді сондай бір нелерді ұстану, және де анализдерін тапсырып тұру да, жылына ең құрмағанда бір рет баланың анализін тапсырып, қандай дефициті бар, не беру керек, қосымша не ішу керек, қалай баланың денсаулығымен жұмыс жасау керек, соны білу мақсатында соны анализ тапсыру, анализге байланысты керекті қосымша витаминдерін ішу. Енді ойлаймын осы деп жаңағы, және де ата-ана өзінен бастаса, ол дұрыс тамақтанса, баласына дұрыс тәрбие берсе, баласы да болашақта сол дұрыс тамақтанады, сол тәрбие бойынша ары қарай ол да өзінің балаларына үйрететін болады. Иә, яғни өзіңнің балаңа емес, өзіңе үйрету керек та бірінші, иә. Өзінен бастау керек. Содан кейін балаң тура сен сияқты жасайды. Иә. Қаласаң да, қаламасаң да, подсознательно бала нені көреді, сіз таңертеңгісін не жейсіз, ол да тура дәл сондай жейді. Иә, түнде ұйықтар алдында сіз тамақ ішсеңіз, ол да тура дәл солай істейтін болады. Яғни бұның бәрі тек копирование ғой, яғни тура сіз өзіңіздің кішкентай копияңызды шығарып жатсыз деген сияқты ғой. Сондықтан бәрі өзімізден басталады, және қантты тыйып, барынша өзіміздің дәстүрлі тағамдарға көшу, балаларға максималды түрде түсіндіру, неліктен ол қантты жеуге болмайды, және бүгін мен ойымша мини-нутрициологиялық курс болды, яғни мен ойымша толық түсінікті болды, неліктен балаға қантты көп мөлшерде беруге болмайды. Және егер сұрақтарыңыз болса, подкасттың астына комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады. Саған көп рахмет, Балғын. Осымен бұл екінші біздің выпуск. Бірінші выпускта біз жарты жыл бұрын ба, бір жыл бұрын түсіргенбіз примерно. Ол кезде біз митохондриялар туралы сөйлескенбіз. Егер каналда іздеп көрсеңіздер, бірінші выпускта бар. Келесі подкастта кездескенше.